Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Так, алдарыңызда Toyota Camry XLA комплектациясында 2018 жылға бұл көлік аукционнан келіп тұр. 2024 жылы қыркүйек айында ұтып алынған, негізінде Қырғызстанға өтетін еді, Қырғызстан растамашкасына үлгермей қалды. Сол себепті осы күйінде $12,000 сатылып жатыр. Удар тек артынан болған, бірақ басқа жерлерінде майда бір-екі майысқан жаңағыдай сырлаған майда бар, бір-екі жерінде. В целом машинаның жағдайы жақсы, 98 мил жүрген XLA комплектациясында. Страховой компания барлық заттарын бәрін шешіп, ішіне салып қойған, яғни бампері, артқы стоптары барлығы бар. Мінекей крылада кішкене мятина бар, мінекей көріп тұрсыздар. Одан кейін жаңа оң жағын көрсетіп кеттім. Бүткіл мелкий вин-кодын қарап жеріңіздер. Қазір жалпы осы машина $12,000, осы күйінде алып кетсеңіздер болады. Осы жерде жасап алып, немесе Қазақстанға барып жасайын десеңіздер, онда өздеріңіз көресіздер. Полный комплектациясында, кожалардың жағдайлары жақсы. Кімге қызық, хабарласа беріңіздер. Мынау көрсетілген номерге. Әзірше сатылымда тұр. $12,000. 2018 таза. Мына бір жерде камера 50-ді тұмсығын шығарып қазақтар көрсін дегендей қойып қойыпты. Көріп жіберейік. Жақсылап поливать етіп, жылтыратып, жарқатып қойыпты. Камера 50 есе 2014 бұл? 14 бұл көрік. 2014 жылғы, 2.5 мотор, 96 мил, $10,000 еді. Не деген баға мынау. Так, мінекей вин-коды. Өздеріңіз ашып қарайсыздар. Так, лобовой ауысқан екен. Так, комплектациясында люгі бар. Так, люк бар, болды. Бесключевой доступ жоқ. БСМ датчик жоқ. Жалпы полировканы önünde өлтіріпті. Жандырып қойды машинаны. Мына сырлығаны бар екен. Яғни осы повреждениемен келген, ол скорее всего әдейі жасамаған. Мінекей. Қымбат, бірақ біздікілер бәрібір алады. Дальше кеттік. Так, алдарыңызда Subaru Forester 23 жылғы. Көк цветін және қызыл цветінің. Қызыл цветі 22 жылғы екен. Так, бағаларына келетін болсақ, 22 жылғы қызыл түсті $14,000 сатып тұр. 23 мил жүрген, 2.5 объеммен, вин-коды. Кеше жаңбырдан кейін сырттары кішкене былғанып тұр. Мынау 23 жылғы. Бұның жүрген жүрісі 440 мил екен. Почти жаңа екен. Так, мінекей вин-коды. Салонын көрсетіп кетейін. Даже дөңгелектеріне шейін әлі заводтық май күйінде тұр. Bridgestone. $15,500. 23 жылғысы. Қызыл түсті $14,000. 22 жылға. Саудаласуға болады. Forester бойынша бағалар осы. Так, мұнда Forerunnерлер тұр. Ақ және қара түсті. Ақ түсті. Так, 2023 жылға $33,000 сатып тұр. 17 мил жүрген. Вин-кодын көрсетейін. Вин-код көрінсе. Мінекей. Бұл бойынша айта кететін XP деген комплектация. Алдында Camry'ден көрбедім. Оказывается, Forerunner'де де бар екен бұндай комплектация. X серия дейді, TR-ді. Мінекей. 4 объеммен, кожаный салон. 23 жылға $33,000 деп тұр. Салон жақсы. Мынау 24 жылға
24 жылға, бірақ бағасын жазбаған екен. Бағасын жазбапты. Бұның енді завод деп қойыпты, бағасы жазылмаған, бірақ пробегі 0 километр көрсетіп қойыпты. Винкода. Комплектация SR5. SR5 дегеніміз бұл базовый комплектация былай айтқанда. Іші велюровый салон. Без пробега деп көрсетіп қойыпты. 24 жылғы, бірақ бағасы көрсетілмеген. Форанерлер осы ары қарай кеттік. Келесіміз Outback Subaru 23 жылға бұл. 23 мың доллар саптыр, 6000 миль жүрген, 2.5 мотормен, Винкоды. Толықтай былғары, яғни кожаный салонмен. БСМ, бесключевой, люк. Комплектациясы жаман емес. Былай айтқанда, полный привод. Так, мынау Outback'ымыз бұл 24 жыл екен, 3 ай. 17 мың миль жүрген, 2.5 мотормен 23 мың доллар сатып тұр. Так, Винкоды. Так, мінекей Винкод. Бұл жерде уже велюровый салон. Велюровый салон. Бесключевой доступ. Так, люк жоқ. ПСМ жоқ. Енді комплектация сәл слабылау екен қарағанда. 2.5 полный привод. Үлкен монитор. Мына жерінде ушкасы әлі киілмеген екен. Так, ары қарай кеттік. Енді сондай Outback'тың ақ түсінен. Бұл жерде 23 жылғы болды, 21 мың миль жүрген, 18 мың доллар сатып тұр. Винкоды. Бұл жерде велюровый салон, үлкен монитор, люк жоқ, бесключевой жоқ, және БСМ жоқ. 18 мың доллар. Арғы саудасы бар. Toyota Avalon 2.5 гибрид. Винкодын көрсетіп кетейін сразу. Боялған жағы тока ар жақта оң жақ крылосына боялған, қалғаны страховой компаниямен шашылған, қайтып орнына жиналған. Машинаның пробегі. Так, пробегі мінекей 52 мың миль. 24 500 доллар сатып тұр. 2019 жылға 2.5. Артында көрсетіп жіберейін. Бұл XLC комплектациясы. Қазір салонын көрсетіп жүремін. Побирке таза 2019, 5 ай. Кожа комбинированный, мына жақтары алькантара болып келеді, XLC болғаннан кейін, и және кожа болады. Комплектациясы былай жақсы. 52 мың миль жүрген. Іші таза. Көріп тұрсыздар ғой, есіктің картері, мына жақтардың барлығы алькантарамен комбинированный жасалған. Люк бар, подогрев. Осындай Avalon'дар қарасаңыздар болады. Бұлар гибрид болып жүреді, 2.5 объеммен. БСМ датчиктер, парктроники барлығы бар. Мына XLR-де линзалар, LED оптика болады. Мінекей, оригинал. Сап тұрған бағасы 24 500 доллар. Тағы да саудалауға болады. Мінекей. Айырбақтар орында, шықпаған. Кімге қажет? Toyota барлығы.
өзіңкі заводтық. Жаза беріңіздер. Camry 80 2025 жылғы мокрый асфальт түсінде. Мінекей. AC комплектациясы 35 000 доллар тұр. 2.5 гибрид. 1,5 миль жүрген. Мінекей вин-коды. Вин-кодын әлі қараған жоқпын өзім. AC комплектация, комбинированный салон. Жаңа BCM датчики. Жалпы бұл жерде қазір вин-кодын қараған жоқпын, бірақ енді скорее всего утопленник шығар. Қазір келіп жатқан 80-дердің барлығы утопленник болып келіп жатыр, себебі оларға әлі запчасть табу қиын. Сол себепті бұлар тек утопленниктер алып отыр. Утопленник немесе максимум механический повреждениемен. Бірақ енді жаңа машинелерде механикалық повреждение аз, көбісі утопленник. Сондықтан келіп жатқан қазір 80-дердің 90% тек утопленниктер. Жаңа кішігірім суға батқан көліктер. Camry негізі 70-75-80-дердің арасында былай жанынан қарасаң вроде бірдей сияқты болып көрінеді, бірақ на самом деле олар бірдей емес. Мына есіктерін байқасаңыздар, мына жерінде де разница бар. Жалпы осы 35 000 доллар бастап бағасы. Арғай саудасы бар. Camry 70 XSC комплектациясында 2018 жылғы вин-коды қызыл салонмен панорама. Бұл жерде енді XSC плюс болып тұр комплектациясы. Мінекей. Қалған енді өздеріңіз вин-кодын қарап жатасыздар, қарап аларсыздар, яғни 16500. Land Cruiser Prado сұрап жатасыздар. Мінекей, көрсете кетейін, бұл жап жаңа Prado 2022 жылғы 0 километр 4 объемі және 47 000 доллар сатып тұр. Іші велюровый. Мінекей. Бұлардың бәрі қазір Россияға кетіп жатыр, себебі ол жаққа жолмен өтіп тұр ғой. Сол себепті сұраныс бұларға үлкен болып тұр Россияда. Land Rover Defender 2020 жылғы европейский 3.0 объеммен бензиновый 59 000 доллар сатып тұр екен. Бұл енді өзінің арнайы сүйетін өздері қауым бар. Сол кісілерге түсіп кетейін. Действительно өзі что стоит. Өте әдем түсте, қоңыр матовый. Іші кожа. 3 объеммен бензиновый. Бұл Defender бойынша жаңаларын қатты разбираться етпейді екенмін өзім. Есіклерін білем, бірақ жаңаларына сырттай боя алмайды. Бірақ разбираться етіп қарамаппын қызығып. Мүмкін Құдай қаласа болашақта ақшам жетіп жатса, может қарап көрерміз бұны да. Неге көрмеске. Жалпы кімге қызық, мінекей Defender'лердің бағасы осы 20 жылғы европейский 59 000 доллар. Жаңа вин-кодын көрсеттім. Әлі көрсетпедім ба? Көрсете кетейін вин-кодын. Мінекей. Бұл жерде вин-код. Европадан келгендер көбісі повреждениесіз. Сол себепті көретін ештеңе жоқ. Так, келесі. Так, 3.0 объеммен 57 000 доллар 23 жылғы G05 X5. 23 000 километр. Бұл да Европадан екен. Бензиновый. Проекция барлығы бар. Вин-коды. Комплектациясы жақсы.
Мынаусын көріп кетейік. Бұл қанша сұрап тұр екен? Так. Сұрап тұрған бағасы $42.000 дейді. 40 километр. 40 мың километр. 3.0 объеммен. Без повреждений жазып қойды. Полностью эмо весте бұл. Әдемі жақсы. Вин кодын көрсетейін. Бұл енді американец. Комплектация бұнда да жақсы. Окей. Жалпы осы. Camry 55 XC комплектациясы. Көк түсте. Так, сұрап тұрған бағасы $10.000 дейді. 2016 жылғы 2.5 объем. Вин коды. Салон комбинированный. Яғни кожа мен алькантара. Люк. ПСМ датчик, бесключевой доступ. Push-старт, подогрев. Барлығы бар. $10.000. XC комплектациясы. Toyota Prius 2016 жылғы гибрид. Бастапқы бағасы $8.500 дейді. Мінекей. Вин коды. Удар алдынан болған. Бұл жер енді гибрид мотор. Өздеріңіз білесіздер. 2016 тазартпа вин коды. Ручной. Пробегі 21 мың миль. Бұл Америкада да, осында да өте танымал машина. Себебі бар. Бензин қымбат болғаннан кейін гибридпен жүреді. Бізде Қазақстанда көп емес. Бірақ өте жақсы. Өздеріңіздің көрсеткен машина Prius. $8.500. Бұлардың кузовтар әртүрлі бөлінеді. Prius C деген бар, кішігірек. Prius V деген бар, үлкенірек. Бұл просто Prius. $8.500. Hyundai Elantra 2015 жылға $6.700 сатып тұр. Вин коды $6.700. Велюровый салон, 1.8 объем, базовая комплектация, в принципе. Люк жоқ. ПСМ, бесключевой, ондай дым жоқ. $6.700. Так, коробка автомат, крутилка, печка. Ну, как обычно, американец. $6.700. Так, Kia Optima. EX комплектация, самая полная комплектация. Ақ цветте. Дистроник. Линзовая оптика. Так, 8.000 сатып тұр. 2018 жылғы 2.4 мотормен. Вин код. Панорама. Бесключевой доступ. ПСМ датчики. Память сидения. Память сидения. Автоматическое открытие, закрытие зеркал. Так, электрический привод сидения. Удержание полосы барлығы бар. Мультимедиа. Мультируль. Пробег 41 мың миль. Обдув, подогрев. Самая полная комплектация. Harman Kardon. Акустика. Салон светло-серый. Ақ цветі $8.000.
ашып жіберейін. Так, Hyundai Santa Fe бүгін кіріп жатыр. 2.0 Turbo GDI. Пин кодын көрсетейін. 2020 жылғы таза. 19 мың доллар деп тұр. Бұл жерде бесключевой доступ, ПСМ датчики, память сидений, Infinity акустика, электрический привод сидения, кожаное сиденье полностью, 67 миль, удержание полосы, мультироль, барлығы бар, панорама бар, задний шторкалар бар, салонның жағдайы бай жақсы, удар алдыңғы сол жақ крылодан болмаймын, қателеспесем, и мына жағының шторкалары шыққан, шторкалары қайта орнына салынған. Бірақ мынау кішкене залон бар енді. Қалған жағы жақсы. Камера 360. Мінекей. Камера 360, мінекей қазір көріп отыр. Проекция бар. Мінекей. Комплектациясы былай жақсы. 2020 жылғы таза. Және сұрап тұрған бағасы 19 мың доллар. Бұл енді стартовый бағасы, бұл базарға енді кіріп жатыр. Мінекей даже привод багажника да бар. 2.0 турбо. Кімге қызық? Жаза беріңіздер. Задний подогревтер де бар. Жалпы осы. Так, тағы бір Santa Fe 2022 жылғы май айыныкі. Бұның болар соңғы бағасы 17 мың доллар деп тұр. Мінекей қазір көрсете кетейін. Бұл жерде бесключевой доступ, БСМ бар. Вин-код. Мінекей таза 2022. Іші виллермен, электрический приводтармен, удержание полосы бар, мультимедиа бар. Жүрген жүрісі 32 мың миль. Аудиосистема, мінекей. Уже рестайлинговая коробка передач. Повреждение бойынша бұл жерде енді кузовтың ешқандай повреждение жоқ деп айтып жатыр қазір. Тек механический повреждениемен келген. Форсункасы ауысқан дейді. Кімге мінекей осындай таза машина керек? Осындай варианттерден қарсаңыздар болады. Соңғы бағасы 17 мың доллар деп тұр. Комплектациясы әрине базовый болғанмен жалпы жағдайы жақсы. Енді комплектациясына кішкене қарап, үлкен комплектация керек десеңіздер, енді басқа бағадан қарауға болады. Жалпы кузовы сау, сүйегі таза, боялмаған, түртілмеген машина сұрасаңыздар, міне осындай варианттан бар. Toyota Sienna 2015 жылғы 12 мың доллар сап тұр. 100 мың миль жүрген дейді. Так. 2015 по вин-коду 2015. Мінекей вин-кодын қарап жүріңіздер. XL комплектацияда. Светлый салонмен. Мінекей ашық түсті. 101.317 миль. Мультимедиа, люк, шторка, капитан сидений, подогрев. XL комплектация, барлығы электрический. 12 мың доллар сап тұр. Бастапқы бағасы, арғай саудасы бар. Соңғы көздер байқайым, Сиеналар азайып қапты. Базарда Хайландер көп, бірақ Сиена азайып қалған. XL комплектация 12 мың доллар.
Так, Хайландерлер, тізіліп тұрған Хайландерлердің бағасы айта кетейін. 2014 жылғы 3/5 $16,500 сатып тұр. Так, келесі 2018 3/5 $17,500 сатып тұр. 81,000 миль жүрген, мынау 84,000 миль жүрген. Кеттік. 2016 123,000 миль жүрген, 3/5 $15,900. Мынау 2016, бұл да 3/5 153,000 миль жүрген, $16,000 сатып тұр. Окей. Винконы көрсетіп кетейін. Біреуінің жалпы осы. Так, NX 2018 жылғы 2.0 объеммен 45,000 миль жүрген, $20,800 сатып тұр. Бұның да Винконы көрсетіп кетейін. Окей. Subaru Outback 2013 160,000 миль жүрген, 2.5 объеммен, так, $6,800 сатып тұр. Ақ түсті, велюровый салонмен, айтқанда базовый комплектация, люк бар. Винкоды 2013 3-ші ай. Ішіне химчистка керек екен. Іші аздап қора болып отқаны бар енді. $6,800 2013 жылғы. Винкодын өздеріңіз енді қарап жіберіңіздер. Бұнда кішкене патақтар бар екен есіктерінде. Полный привод 2.5. Ақ түсті. Окей. Мінеке мына бір Subaru Outback дәл қазір кіріп жатыр. 2013 жылғы 138,000 пробег. Мына крыласы ауысқан, бойылған, айырбағы шықпаған. Жалпы жағдайы жаман емес. Велюровый салонмен. Мінеке қазір соңғы бағасы $6,700 деп тұр. Подогрев сиденье $6,700. Мінеке қазір кірді. Винкодын көрсете кетейін. Кімге керек, хабарласа беріңіздер. Жаңағы көлікке қарағанда, алдыңғысынан қарағанда енді жағдай жақсы. Жағдай жақсы. Ішін барлығын химчистка жасап, дайындап қойған. Окей. $138,000 шақырым жүріп тұр. $6,700. Құрметті көрермендер, бүгінгі видеомызда соңына келіп жетті. Таңертең жаңбырлы күнді әбі жеткен еді, бірақ күндеген ысып кетті. Соған қарамастан сіздерге біраз материал жинап, видео түсіріп үлгердім деп ойлаймын. Сіздер комментарий жазып, лайк басып бөлісе отырыңыздар. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар. Енді барынша күніге видеороликтер шығаруға тырысамын. Сіздер комментарийға келесі жолы қандай машиналардың бағасын көрсетейін, соны да жаза отырыңыздар, сұрай отырыңыздар. Сіздердің көңілдеріңізден шығуға барынша тырысамыз. Көріскенше сау саламатта болыңыздар.